кеш барлықтарыңызға ауыз ашатын уақыт жақындап қалды. Бұйыртса мен де бүгін ауыз ашар. Асхат ағаның да сәл үлесі бар әрине. Версалға келдік. Мұнда қазір қатысушылар жаймен деп жиналатын болады. Столдың барлығы дайындалып жатыр. Мұнда менің атымнан енді жеке сыйлық. Қазір ұжымда қатысушылар да келетін болады. Мұнда Данияр мен Бексұлтан, Мерей, басқалар енді келеді. Қатысушылар келіп жатыр. Ернұр, мұнда ауыз бекіткен жандар, Индира ханым, Дария, Бұлбұл, мұнда. Қалайсыз, Ернұр? Ернұр, құттықтаймын 3-ші орын алуыңызбен Азия чемпионатынан. О, қайне? Енді қазір Рамазан айы ғой. Рамазан айының ең соңғы күндері дұға қабыл болатын күн, қадір түні өтіп жатыр дегендей алдында да оқырмандарыма да ауыз ашар беріп бір ниет бар да менде. Біліп білмей ренжіткен адамдарым болса, осы оқырмандардың арасынан да кешірім сұрағым келіп отыр. Енді қатысушылардан да эфирда болсын, эфирдан тыс болсын, кешірім сұрап, біліп білмей ренжіткен жерім болса деп айтып кеткенім бар. Және ата-анам бар деген сияқты. Осы айы жалпы бізге үлкен мүмкіндік қой, дұғада болу, бір-бірімізден кешірім сұрау, жаңағындай сауапқа кенелу деген сияқты. Сол кезінде көмектескен адамдардың арасында бір Бағлан деген ағам бар еді, үлкен қатты көмегін тигізген маған, қиын сәттерде қолдауын білдірген. Сол кісіден де үлкен рахметімді айта отырып, кешірім сұрағым келіп отыр. Ұлық болсаң кішік бол дейді ғой, одан ештеңе не қылып қалмайсың. Қазір Рамазан айы. Кішігірім демесем де біраз жерге жетіп қалған жеріміз бар еді. Ол кісі мені дұрыс түсінбей, мен ол кісіні дұрыс түсінбей деген сияқты қатты ренжісіп қалған жерлеріміз болған. Сол үшін де бір кешірім сұраймын. Енді ол кісі де мен ренжіткен жерлер болса, мен ол кісіні кешіремін деген сияқты ғой. Арада ешқандай реніш қалмағанын да қалаймын, сыйластық болсын барлығымызда. Ештеңені ойламай, жалпы бір қалмай күліп жүргенге не жетсін мұндағы бірге. Бұл кісінде аузы берік, ниетіңіз қабыл болсын. Біліп білмей ренжіткен жерлерім болса, кешірім сұраймын. Мен де набақ сенен кешірім сұраймын. Татуласатын ай ғой негізі Рамазан айы, бір-бірін жақындаттыратын ай. Сен де енді мен жолым берсін деп айта аламын. Амин. Эфирдан шығып қайда келді десеңіздер, біз осында кереметтей жерге келдік. Гүлназым ауыз ашар жасап жатыр. Бүгін қатысушылардың, ораза ұстаған қатысушылардың ортасынан ниетің қабыл болсын, жаным сол. Өзі сияқты ниеті де таза ғой, жаным сол. Сіздің де ауыз бекіткен ниетіңіз қабыл болсын. Мен рахмет, жаным сол. Сол, осындай дастарханда қазір барлығымыз жиналатын боламыз. Мына жерде телефонның ішіне кіріп кеткен Бексұлтан отыр, тамақты ойлап, аузыма акарачка түсіп кетсе екен, шіркін-ай деп отыр. Мына жақта Бексұлтан, акарачка түссе екен деп отыр ма? Қақтай не отыр ма? Акарачка піс ауыз. Акарачка, мұнандай акарачка күтіп отырмын дейді. Данияр, сен не күтіп отырсың, айтшы? Манты болса деп отырмын. Манты? Манты. Что-то болмайды ау манты бүгін. Ода акарачка болуы мүмкін. Акарачка жерде стол үстінде тұр ғой дейміз, Көріп қалған ғой. Дастархан зерттеп саған. Міне, ана жақта біздің бандаларымыз отыр, міне. Жігіттер. Ернұр күйен. Жігіттер. Ернұр күйен ғылар, что ойба. Жайт барайық енді. Мұхаммед тауға бармаса, тау Мұхаммедке барады дейді. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Ойланып тұрсың. Жоқ, ораза түсініп отқан ғой. Жақта мына қыздар, жігіттер барлығы отыр. Керемет кеш толса өткіземіз. Мә, не жасап отырған жерде Ақтөре қыздарға не бәле көрсетіп отыр. Ойбай, үлгермей қалдым. Тағы да бір рет. Мә. Мына жерде мен кетіп қалған кезде акасы әп-әдемі сүп-сүйкімді қыз келген екен, Мерей деген. Өте қатты ұнады маған, сүп-сүйкімді, сөз саптауыз. Осы кісіден үйренсең байға тиіп кетесің. Ойбай, мен үйренсем 2 жыл болды отырғанымызға біздің. Жас қой сен. Ақыл айтасың. Жақсы ақылдарымды айтам, көмектесіп тұрам, барлығын түсіндіріп тұрам. Өте сүйкімді, маған ұнады. Халықтың қаншайымы? Сен де бұйырса қаншайым бол. Аумен, сол күн келеді. Мына жерде міне тұрмысқа шығайын деп жатқан. Ақерке. Зухра, ораза келсе қабыл болып кетуі мүмкін. Қойыңдаршы қоймай. Қуат жігіттер уже не айтарын білмедім. Мына жақта модница болып жүрген Ақерке, біздің красотка, прям үйленем, тұрмысқа шығам.